Мен ана ревматоидный полиартрит кішкене суық тисе қол аяғым көгеріп кетеді. Бармаған жерім жоқ. Больницаларға бардым, талай жерлерге бардым, адастым енді. Қолыңыз уже майыса бастаған да? Иә, мына сүйектерім шығып кеткен ғой. Міне ревматоидный артрит деген мына гормональдың пәлесі. Қалың киініп жүретім. Енді ана суға түскенімді көріп, бүкіл туыстарым бәрі шок болып жатыр. Но қалай сен суға түсіп жүрсің сен? Ол жаққа не деген сұмдық деп. Табиғат пен адамның иммунитеті қосылған кезде кез келген аурудан айығуға болады. Суық су мен табиғатпен достасқаның аурумен қоштасқан. Болды. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері, 78 шағын мәреге жетті. Осы жерде жылы жүректі, мейірімді адамдар бір ауыз алғысымды айтайын. Халықпен осыда жиған терген тәжірибемен, біліммен бөлісейін деп келіп отыр. Соның бірі, аты жөніңіз? Айгүл Тұрсынқызы. Айгүл Тұрсынқызы деген қарындасымыз. Қай жақтан келдіңіз? Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласынан келдім аға. Қаратай Наймансыз ғой, да? Найманның қызы. Алдыңда айттым ғой сізге мен Найманмын деп. Найманның қыздары, мен қалжыңдап айтамыз. Найманның қызына үйленген жігіт жұмаққа барады екен деп. Өйткені бір қалжың үшін айтып қояйық енді, көрермендерге бәрін нете бермей. Бұл татардан шыққан. Бір адам о дүниеге барғанда сұраққа түсіп жатыр дейді. Содан кейін өмірде арақ ішкен, ешқандай жұмаққа баратындай ешқандай қылығы жоқ. Содан кейін айтады дейді, әйелің кім дегенде, әйелім татарға үйленіп едім дегенде айтады дейді, олай болса жұмаққа барасың саған. Неге дегенде, бұл дүниеде қиыншылық көрген екенсің татар қатынмен, енді кішкене жұмақта кішкене рахатқа кенелді. Содан кейін екінші жағынан естіп тұрады. Содан кейін айтады, сен сұраққа түседі, жоқ, мен адам өлтірдім, кісі тонадым, арақ іштім, істемегенім жоқ деп, өзі мәздей бүйтіп тұр дейді. Содан кейін әйелің кім дегенде, екі рет мен үйлендім, екеуі де татар болды деп айтады дейді. Содан айтады дейді, онда саған тозаққа барасың дейді. Оңай нағы шу шығарады дейді, бұл жерде де коррупция ма, бұл не деген, ана адамның бір татары қатынға шыдаған үшін аяп жұмаққа жібердің. Мен екі татардан көрдім ғой, екі татардан көрдім десе, екі татар әйелден кейін тозақтың өзі саған жұмақ болып көрді деп айтады. Жоқ, негіз барымыз мұсылманбыз ғой. Енді сол татарды кейін Найманға айналдырып алған. Найманның қыздары атқа мінген, жауға шапқан, солай ғой. Бұрын бабаларымыздың еркін ұстаған Найманның қыздары. Сондықтан Найман қыздары еркін болады, қиындыққа берілмейді. Қандай мәселемен келіп қалдыңыз ба? Мен ана ревматоидный полиартрит кішкене суық тисе, қол аяғым көгеріп кететін. Көгеріп кетеді, да? Иә. Содан қанша жыл болды бұл ауруға шалдыққан? 3 жылдан асты. Сіздерде жұмыс істеген Шынар Айткеш қызы деген. Болған бұрын жұмыс істеген сол қыз алдында сіз бизнес бастау сабағыңызға да мен қатысқан 7-8 жыл бұрын. Сол Шынар маған нұсқау көрсетіп, осы ағайға барсаңшы деп сөйтті. Сол мен келдім. Қай жерге барып емделдіңіз? Өскемен? Бармаған жерім жоқ. Больницаларға бардым, дұрыс диагноз қойылды ма, қойылмады ма, оны да білмеймін. Талай жерлерге бардым, адастым енді. Мен айтайын, диагноздың, мен халықтан сұрайын, қанша диагноз түрі бар деп айтсаң, лабораторияға диагноз тапсырамыз ғой. Енді 70 шығар, 50 шығар, 100 шығар деп айтады. 10 мыңнан астам анализдің түрі бар. Оның қандай анализ екенін 10 мыңның түгел ешкім өткізіп біте алмайды да. Оның дәп басып ешкім айта алмайды да. Оған көп жағдайда. Екіншісі айтады, қанша түрлі ауру бар десе, енді 100 түрлі, 200-500 түрлі. 55 мыңнан астам аурудың түрі бар. Сондықтан сіз дәрігерлерге ренжімеңіз. Олар анализді түгел қоятындай құдай емес олар, білмейді. Анализді біле алмайды. Ізденеді енді 10 мың түрдің қайсысы екенін ит біледі. Қандай ауру екенін ит біледі. Оның себебі тұрмақ, аурудың өзін білмейді. Сондықтан дәрігерге реніш жоқ. Ал енді емшілерге де бардыңыз ба? Емшіге барған жоқ, Қытайларға бардым. Қытайға бардыңыз, Өскемен, Астана, больница. Больницада болдым, Қытайларға бардым. Күзде осы ноябрь айында соңғы рет бардым. Одан мен сол 3 ай өз жағында болып, енді осы сізге келдім. Енді не түсіндіңіз сонда? Аурудың түбі неден екен? Аурудың түбі өзімнен екен, сол жаман әдеттерім арқылы маған мен ауруға өзімді жеткізген екенмін. Басқа ештеңке емес. Мен бүйтіп осында мәлімдеме жасадым. Талай жерде жасаймын, қазір осы жерде жасаймын. Бүкіл әлемнің ғалымдарын
медиктерді, профессорларды, академиктерді алып келсе, солардың алдында мен 100% өзіме сенімдімін, қорғап шыға аламын. Бүкіл ғаламдағы аурудың түп тамырын қазып келсе, себебі этиологиясы 5-ақ нәрсе. Зиян тамақ, шала ұйқы, комфорт, жылы киініп, аз қимылдау, содан кейін дәрі-дәрмек, химия. И 5-шісі стресс. Стресс, депрессия. Келсеңіз бе, стресс. Осы 5-ақ нәрсе. Сіз аурудың түбін содан іздеңіз. Бірақ іздеп таптыңыз, онан кейін одан себебін тапқан адам оның емін де табады. Өзіңде қайсысы екен? Осы бесеудің қайсысы ең үлкен әсерін берген жаңағы ревматоид? Стресс қой деймін. Стресс, да? Стрессті 5 нәрсеге бөлеміз. Стресстің шығатын тамыры, стресстің түбін қазсаң 5-ақ нәрсе. Өткенге қайғыру, болашақты уайымдау, ренжу, онан кейін қызғаныш, онан үрей. Қайсысы басым? Менде ме? Реніш басым. Реніш бар, да? Былай қарағанда айтамыз, мен сені ренжідім, кейбір ағайындар жатады ғой. Мен сені көрмеймін, сен мені көрме. Мен қайтыс болғанда сен топырақ салма, сен қайтыс болсаң, мен саған топырақ салмаймын деп, түкке тұрмайтын нәрсе кейде ренжіп жатады. Өкініш те бар, да? Өкініш те бар. Өкініш те бар. Ал тамақ тәттіге неменеге? Тәттіге мен жоқ. Ұйқы? Ұйқы қанбайды. Ұйқы қанбайды. Міне, ұйқы қанбаудың да түбі соған апарады. Кейбіреу түнімен телевизор көреді, содан кейін әдеті бұзылады, телефон шұқылайды. Болмаса бір бизнеспен айналысады, еңбекпен айналысады. Кейбіреу сменмен жұмыс істейді. Не істеймін дейді, мен айтамын, таста ондай жұмысты. Денсаулығыңды құртқың келмесе, таста, басқа амал жоқ. Солай ғой? Иә. Енді емі қалай екен? Емі сол табиғатпен емдеу керек екен. Медицина немен емдеп жатыр сізді? Метаджет алдым, метипред. Метипред, метаджек, гормон отырғызып қояды. Иә, оны соқсам, буындарым бәрі жақсы болып кетеді. Мен қимылдап кетемін. Бірақ бауыр кетіп жатыр. Әсер етіп жатыр. Әсер етіп жатыр. Өйткені химия ғой, ол синтетика. Енді оны қолданбайын деп отырмын. Ақырындап дәрілерімді. Сізге қандай дозаға жеттіңіз қазір? 12-де 5. 12-де 5. Бұрын бастағанда қанша еді? 10 болған. 12 үст көтеріле береді. Айына 4 рет. Айына 4 рет. Енді қазір суық тигенде айтасыз, қолым көгеріп кететін дейсіз ғой. Қазір қалай болды? Енді қазір міне біраз жылынған сияқты, енді суық судан шыққанда әдейі қолымды жеке барып киініп болғаннан кейін бүйтіп басатын болып жүрмін қолымды суық суға. Кетіп қалсын, бәрі ауырым, кетіп қалсын деп. Адамның денесі қалай жылынады екен? Адам неге тоңып тұрады? Қан жүрмегеннен кейін. Қан жүрмегеннен кейін қарапайым ғана нәрсе. Аяқ қолым мұздап тұрады дейді. Айтам, сенің өзі бөлінеді ғой, теплокровный, холоднокровный деп. Мектепте оқыдық қой, да? Суық қанды, ыстық қанды. Сіз қайсысына жатасыз? Суық қанды шығармын. Жылынбай жүремін. Суық қанды. Бақа емессіз ғой енді. Холоднокровный живот емес. Сіз бүкіл біз сүтқоректілер ыстық қандыға жатамыз, теплокровный. Бүкіл адамда 37-те 4 градус қаны. Ол ыстық қан. Талай рет мал сойғанда соғым сойған шығарсыз, қолды ішіне аязда саласыз. Малшының қызы мен әкеше мал баққан. Вот мал соққанда ана ішіне салсаңыз ыстық қой. Сіздің бойыңызда сондай ыстық қан бар. Ол айналмай қалған. Айналдыру үшін ана қолды ыстық суға саласыз. Бір неменеге? Неше минут? 1 минут, 2 минут, 3 минут да ыстық суға саласыз. Қолын шыдайтындай. Күйіп қалатындай емес. Содан кейін қасына бір шелекке мұз салып қоясыз. Ана пластик бутылканы аласыз да, кесіп мұзға қатырып қоясыз, мұздай су құясыз да, мұз салып қоясыз. Ыстық суға салып отырасыз да, суық суға. Суық судан ыстық суға. Сонда мынау қан тамыры бір кеңейіп, бір тарылып, бір кеңейіп, бір тарылады. Тез істеу керек, иә? Ну, жоқ, біраз ұстап тұрасыз, біраздан кейін анаға. Сол арқылы қан тамыры деген ол бұлшық ет. Сол бойға қан тарайды. Содан кейін үйге барғанда мүмкіндік болса осындай суға түсесіз, мүмкіндік болмаса 2 шелек суды төбеден, міндетті түрде төбеден құю керек. Осыны егер сіз нететін болсаңыз, сізге күніне 1 рет емес, күніне мүмкін 5 рет, мүмкін 6 рет. 6 рет 2 сағат сайын түсіп отырсаңыз болады. Бірақ сонымен қоса көңіл күй. Ағза тазаланды, көңіл күй болды, бұл ауырып кетеді. Ғана дәріден құтыласыз. Рахмет. Өзіңіз мұнда не сезініп жатсыз? Суық суға түскеннен кейін не сезіндіңіз? Судан шыққанда менің басым қатты ауырып кететін болып тұр. Бір жарты сағаттай ауырады, лықылдап, соны басылады. Ол менің давлением ба? Ол қан тамырлары енді ауырады. Жаңа қан тамырлары әбден нетіп қалған сізде. Әлсіз болып қалған, микрокапиллярлар бар ғой. Вот солар жұмыс істемей қалған. Соған бара бастайды, миыңызға қан немене барады. Қан барып, ол нетіп жатыр. Оған да уақыт керек. 2 ай, 3 ай, 6 айдан кейін ол кетеді. Есесіне мына қолыңыз уже майыса бастағанда. Иә, мына сүйектерім шығып кеткен ғой. Міне ревматоидный артрит деген мына гормональдың пәлесі. Мынау сізге ауыр тұр, бірақ
осы тыныс алу жаттығуы, суық су және медитация. Осыны жасайсыз, ағзаны тазалайсыз, осының бәрі содан кейін жаңағы шөппен шөп ол кетеді. Мен осы ревматоидный артрит өте көп зерттедім, әлемнің ғалымдарын зерттедім. Ресейде Чичасова деген атақты профессор бар екен, осы өмір бойы айналысатын доктор медицинских наук, осы ревматоидный артритпен айналысады. Тобында бәленбай мың адам отыр. Соның форумында отырады, YouTube каналында бәленбай мың адам тіркелген. Соның ішінде әлемнің жұлдыздары отыр. Мода көрсететін небір дәрігерлер отыр. Бәрінің миына кіргізіп тастаған. Айтады, бұл ауруды қабылдау керек, бұл ауруға көндігу керек деп. Бәрінің миында интервьюлермен көбін жинадым. Айтады, надо принять эту болезнь. Мен айтамын, ақымақсың ба болезнь принять? Сол неме туысың ба? Жақсы көретін адамың ба? Аурумды жақсы көру керек деп айтады, негізі қай жерге барсаң да. Жақсы көретін ол сені. Балаң жақсы көру, күйеуің жақсы көру керек, әке-шешең жақсы көру керек. Солай ғой? Иә. Ауруды ешқандай ауруға берілмеу керек. Ол дұшпан. Ол дұшпан. Одан құтылу керек. Ол кіріп кеткен, бір әлсіздігің жеріңізден кіріп кеткен. Иммунитет қалпына келеді, ауру кетеді. Өзің қалай сезім, адам өз іштен сезінеді ғой. Айтады, тәуір бола бастадым, жоқ ауыра бастадым. Тәуір бола бастадым, енді осыдан кейін құлантаз аяқ кетемін деген үлкен мақсаттамын. Сіздің сабақтарыңыздан кейін берген тәжірибеңіз, сабағыңызға көп рахмет. Енді осы алған емімді, осы 5 күн ішінде көрген жаттығуларымды енді ары қарай жалғастырып, құлантаз аяғым деген сеніммен келдім. Үйдегілер не деді осында кетіп бара жатқанда? Мен үйде қабат-қабат киініп жүретім. Жоқ, үйдегілер не деп айтты бара жатқанда? Олар маған айтқан жоқ, бар кел деді. Бар кел деді. Бар кел деді. Енді мен ауырып жүрген кезде анда барамын, мұнда барамын, қарсы болмайды олар. Тоңғақ болады, кішкене жылына бастадыңыз ба? Қалың киініп жүретім. Енді суға түскенімді көріп, бүкіл туыстарым бәрі шок болып жатыр. Но қалай сен суға түсіп жүрсің сен? Ол жаққа не деген сұмдық деп. Таудан аққан мұздай суға түсіп жатқан. Бір бауырым жазып жіберді, міне су жып-жылы ма деп, жып-жылы деп жазып жіберді қалжыңдап. Соны жаздым, ол мұздай су деп. Шыққан кезде кішкене денеден бу шыға ма? Тоңасың ба дірілдеп? Тоңам, барып киініп аламын тез-тез. Енді ол үшін дайындалу керек. Медитацияны жасап, тыныс алу жаттығуын жасап, тыныс алу жаттығын әбден жасап, денені қыздырып алып, сонан кейін түсер алдында отырасың десің. Оң жақ қолыма бәрі жылу кетті, сол жақ қолыма кетті, бүкіл аяғыма кетті. Сол суға түскен кезде дірілдемей. Ана суға түскен дірілдегің келеді ғой. Соны дірілдемей үйге барған кезде. Баяу демалып түскен кезде денең дірілдемейді. Ал суға түскенде дірілдесің, шыққанда да дірілдейсің. Суға түскенде дірілдемей, содан бір рахат алып, медитация арқылы мен емделіп жатырмын деген. Үйге барғаннан кейін осыны бір жалғастырып, бір айдан кейін міндетті түрде анализ тапсырыңыз. Жаңағы соя, скорость оседания эритроцитов дейді, ремофактор, асыл көрсетеді. Содан кейін сол төмендеге бастағанда өзіңізге сенім орнайды. Міндетті түрде анализге қарау керек. Соны қарайсыз, референс значение дейді, бұрынғыға. Міндетті түрде ол төмендеге бастауға тиіс. Содан кейін 6 ай бойы айналыссаңыз, содан кейін ары қарай жалғастыра бересіз. Жақсы ма? Енді ревматоидный артритпен қиналып жүрген адамдарға не айтасыз? Ревматоидный артритпен қиналып жүрген адамдарға өзім қысаған, келіңіздер осы орталыққа. Орталық өте жақсы. Міне мен өте тоңғақ болатынмын. Дүние жүзіндегі ең бірінші тоңғақ адам мен болған шығармын. Соны жеңіп жатырмын. Көмектесіп жатыр буындарыма. Келіңіздер, осы жерден шынығып қайтыңыздар. Содан кейін біз сіздерді бөлек топқа жинаймыз, WhatsApp топқа. Артритпен ауырып жатқандар, солар бір-біріңізге ақыл беріп, кеңес беріп, тәжірибемен бөлісіп отырасыздар. Осыдан құлантаз жазылып кеткен адамдарға мен өтініш жасаймын. Олар өздерінікін көрсетеді, міне былай деп өз аузынан естисіздер. Мысалы, Бақытгүл деген әйел адам 16 жыл ауырған. 16 жыл күнде скорый шақырып отырады, сол құлантаз айықты қазір жіз жоқ. Талай жерге талай ақшамды апарып, неше миллиондар апарып берген шығармын son 5 жылда. Біздің ревматоидный артрит медицина емдемейтініне менің анық көзім жетті. Сөйтіп жүрген кезде Ахметбек ағайдың Steam Shark деген 8 тәсілмен, общем барлық анализдерім қалыпқа келген. Толық жазылып жату үшін қанша уақыт кетті? 6 айда жазылды. Ағай, сізге көп рахмет. Сіз бір туар азамат деп айтады ғой. Қазақстан бір туар азаматы, сіз кеше WhatsAppқа да жаздым. Сол үшін сізге рахмет. Қазағымыз үшін ойлап, халықтың денсаулығын ойлап, осындай міне орталық ашып, адамдар шынықтырып, денсаулығымызды, болашағымызды ойлап жатқан үшін көп рахмет сізге. Алла разы болсын. Соң сіздің бүкіл ұжымыңызға, Нұргүлге бар, Нұргүл деген Нұргүл Кәкімқызы адамның каждый айтқан сөзіне сабырмен жауап береді ғой. Бәріміз келіп жатырмыз ғой. Ана кісі каждыйын сабырмен дұрыстап отырып түсіндіріп береді ғой. Өзіне де айттым рахметін. Рамазанға рахмет.
Розаға рахмет, мына түсіріп жүрген ұлдарға рахмет. Еңбектерінің жемісін көріңдер, берекесін көріңдер. Барлықтарыңызды осы орталыққа шақырамын. Жақсы, міне сізге де бұл аурудан құлан таза жазылып, бала шағаңыздың қызығын көріп, ұзақ, бақуатты және бақытты өмір сүруіңізге тілектеспін. Сіздер де соған тілектес болсаңыздар, лайк қойып, комментарий қойып, осындай аурумен ауырып жүрген адамдарға тарата жүріңіздер. Табиғат пен адамның иммунитеті қосылған кезде кез келген аурудан айығуға болады. Суық су мен табиғатпен достасқаның Аурумен қоштасқан. болды. Барлық мен сияқты шынығушыларға құлан таза аяқ сауығып кетулерін тілеймін.